Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 20 минутта дайын болатын өте дәмді, жегенде құлағыңды кесіп алса білмейтін картоп пен баклажан қосылған көкөністі рагу жасайтын боламыз. Езілмей әдемі болып піседі, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен осындай көбірек мөлшердегі майымызды қыздырып алып, картопымызды саламыз. Картопымызды жұқалап кішілеу етіп тураймыз. 10 минутта орташа отта қызартып, осылай жартылай піскенге дейін пісіріп аламыз. Сонан соң бөлек ыдысқа қайтадан салып аламыз. Енді дәл осы майымызға ұсақтап туралынған баклажанымыз бен пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. 5 минут қақпаған жауып, жай отта жұмсарғанша қуырып аламыз. Енді баклажанымызды бір араластырып жіберіп, қызанағымызды саламыз және де болгар бұрышын саламыз. Менде осындай салаттан қалған көкөністер болатын, мен болгар бұрышының орнына осыны қосып жібердім. Барлығын жақсылап араластырып, қақпаған жауып, тағы да 5 минутқа бұқтырамыз. Дайын болып қалғанда сарымсағымызды саламыз, себебі сарымсағымыз ащы дәм беріп кетпеу үшін соңғы уақытында қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай көкөністеріміз өз шырынан бөліп сулы болып тұр, біз ешқандай су қосқан жоқпыз. Енді манағы картопымызды саламыз, дәміне қарай тұзын саламыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Менің отбасым сулы болғанын ұнататындықтан кішкене жарты стақан су құйдым және де қақпағын жауып, тағы 5 минут дәмі сіңіп, тұздың дәмі сіңіп бір-біріне үйлескенше ұстадым. Осымен біздің тағамымыз дайын. Біздің картопымыз да, баклажанымыз да өте тез пісетін болғандықтан өте тез уақытта біздің тағамымыз пісіп шықты. Бұны гарнир ретінде ұсынсаңыз да, немесе жеке тағам ретінде ұсынсаңыз да болады. Етпен жасалынатын тағамдардан озып түспесе қалыс қалмайды. Ешқандай езілген жоқ. Картопы да, баклажаны да жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналымда бұдан да көптеген басқа түрлі рецепттер көп, және де тағы алдағы уақытта салып отыратын. Видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын.